Қайырлы күн, құрметті әлеуметтік желі қолданушылары. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті еліміздегі орын алған төтенше жағдайларға байланысты өзінің ақпараттық насихаттық жұмыстарын әлеуметтік желіде жалғастыратын болады. Өздеріңізге белгілі, еліміз 2014 жылы Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын қабылдады. Бұл стратегияның басты мақсаты еліміздегі шараларды сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағыттау болып табылады. Бұл уақытта біздің негізгі жұмыстарымыз, яғни Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің негізгі жұмыстары сауаттандыру, алдын алуына бағытталады. Содан кейін ғана жазалауға көшетін болады. Яғни біз оған дейінгі жұмыстарымыздың 80%-ында жазалау, ал 20%-ын алдын алуға бағытталған болсақ, қазіргі уақытта біз ол жұмысты 50-50 жеткіздік. Яғни біздің қазіргі жұмысымыздың жартысы алдын алу мен сауаттандыруға негізделген. Ал алдағы уақытта бұл әлемдік деңгейге сәйкес, яғни 80%-ымызды алдын алу мен ақпараттық насихат жұмыстарына бағыттайтын боламыз. Алдын алу кезінде жұмыстарына қандай жұмыстар кіреді? Біріншіден соларға тоқталатын болсам. Бұл бірінші уақытта адамдарға әртүрлі кездесулер, дөңгелек үстелдер, семинарлар, симпозиумдар, форумдар арқылы түсіндіру жұмыстарын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларын түсіндіру болып табылады. Екінші бір түрі бұл сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізу, сонымен қатар сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг жүргізу болып табылады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы талдаулардың өзі екі түрі бар. Оның бірі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау, ал екіншісі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне сыртқы талдау. Бұл жөнінде біз алдағы дәрістерімізде толық тоқталатын боламыз. Мен жаңа атап өткендей, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингті бұл өкілетті орган, яғни сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметте, сонымен қатар кез келген қоғам мүшесі немесе үкіметтік емес ұйымдар жүргізе алатын болады. Бұл жөнінде біз алдағы уақыттағы іс-шараларымызға тоқталатын боламыз. Кезекте біз өзіміздің негізгі сауаттандыруымызға қандай жұмыстар жүргізілуде, сол жөнінде қысқаша атап өтетін болсам. 2018 жылы тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қолдауымен елімізде адалдық алаңы жобасы іске қосылды. Бұл біздің өңірімізде Ақжайық адалдық алаңы деп аталатын жоба ретінде іске асырылуда. Бұл жоба бүгінгі таңда жалпы халықтың қолдауына ие болып, қоғамдағы тұрмыстық жемқорлықты жоюға бағытталған болып табылады. Бұл жобаның негізгі ең басты бағыты қоғамның белсенді өкілдерін мемлекеттік органдармен бірлесте отырып, кездесуі мүмкін жемқорлық тәуекелдерін жою болып табылады. Мысалға алатын болсақ, жүргізілген сауалнама қорытындысы, сонымен қатар статистикалық мәліметтер ішкі істер органдарындағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің көп екендігін көрсетті. Ең бірінші кезекте біз осы ішкі істер органының қызметкерлерімен кездесіп, қандай жемқорлық тәуекелі бар екендігін анықтадық. Мысалға, күн сайын полиция қызметкерлері өздерінің қызметтік автокөліктермен көшелерде жүреді. Бұл үшін мемлекеттен шамамен 10 литр бензинге қаражат бөлінген күн сайынға. Ал біз олардың жүретін километражын қарайтын болсақ, олар күніне 160-250 километр жүреді екен. Егер де орташа арифметикалық бағалауға алатын болсақ, 100 литр бензин бұл шамамен 100 километрге жетеді. Ал қалған сонда 60 немесе 150 литр бензинді қайдан алады? Бұл полиция қызметкері қалтасынан төлей ме, әлде өкінішке орай біреуге төлете ме деген заңды сұрақ туындайды. Келесі бір тағы мәселе, осы полиция қызметкерінің экипаждары күн сайын таңғы немесе кешкі ауысымдар табыстайды екінші кезеңге. Сол уақытта тағы бір жемқорлық тәуекел туындайды. Бұл уақытта автокөліктер олар таза күйінде беру қажет екен. Ал алайда бұл үшін мемлекеттен қаржы бөлінбеген. Тағы бір сұрақ. Сонда полиция қызметкерлері бұны өз қалталарынан жуа ма, әлде біреуге жуғыза ма деген. Осындай сияқты жемқорлық тәуекелдерін жою үшін Ақжайық адалдық алаңымен тиісті ұсыныстар полиция департаментіне ұсынылып, бүгінгі таңда бұл олқылықтар жойылу үстінде. Бұдан да басқа тікелей бағыттағы жемқорлық тәуекелдері бойынша Ақжайық адалдық алаңы бірқатар жұмыстар атқарып келеді. Құрметті әлеуметтік желі қолданушылары, Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті өзінің ақпараттық насихаттық жұмыстарын Facebook, ВКонтакте, Мой мир, YouVision, Instagram сияқты парақшаларында жүргізетін болады. Facebook әлеуметтік желісіндегі біздің парақшамыздың аты мына төменгі жағымызға көрсетілген парақша бойынша жүргізілетін болады. Сондықтан сіз бұл жерге өзіңіздің ұсыныстарыңызды
пікірлеріңізді жолдауыңызға болады. Сонымен қатар электронды почтамыз anticorruption@mail.ru почтасына да жолдауыңызға болады. Құрметті әлеуметтік желі қолданушылары, біз өз жұмысымызды алдағы уақытта жалғастыратын боламыз. Біздің арнамызда қалып өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сонымен қатар сіздерді белсенді болып, елімізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті және парасаттылықты бірге қалыптастыруға шақырамыз.